Адал азамат мемлекет тірегі. Былтыр көктемде президент бастамасымен Таза Қазақстан жобасы басталды. 2024-2029 жылдарға арналған Таза Қазақстан экологиялық мәдениетті дамыту тұжырымдамасы бекітілді. Тұжырымдаманың негізі экологиялық мәдениет пен жауапкершіліктің жоғары деңгейін қалыптастыру, экологиялық білім мен тәжірибені дамыту, сондай-ақ экологиялық саясатты тиімді іске асыру. Бұл кешенді шешімдер мен халықтың барлық тобының белсенді қатысуын талап етеді. Азаматтардың саналылығы мен жауапкершілігі, экологиялық ақпараттың қол жетімділігі және болашақ ұрпақтың мүддесін ескеру тұжырымдаманың негізгі принциптеріне жатады. Бұл принциптер ұсынылған барлық шараның негізін қалайды. Тұжырымдама қазіргі жағдайды және халықаралық тәжірибені талдаудан бастап, оны жүзеге асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарына дейінгі 7 бөлімнен тұрады. Негізгі бағыттар экологиялық ойлауды қалыптастыруды, жауапты мінез-құлықты дамыту және оны ынталандыру шараларын, экологиялық білім беру мен ақпараттандыруды қамтиды. Әрбір бағыт бойынша тұжырымдаманы іске асыру жөнінде қабылданатын шаралардың тиімділігін мониторингілеуге және қажет болған жағдайда оларды түзетуге мүмкіндік беретін тиісті индикаторлар айқындалды. Мемлекет басшысы бұл бастаманың маңызын алқалы жиындарда үнемі айтып келеді. Мәселен, биыл сәуірде Астанада өткен Таза Қазақстан экологиялық фестивалінде тазалықтың мәні мен мағынасы жайындағы пікірмен бөлісіп, ойдың да, бойдың да, қоршаған ортаның да тазалығын сақтау әр адамның ішкі мәдениетінің көрсеткіші екенін атап өтті. Сондықтан тазалық халқымыздың болмысына сіңген қасиет болуы қажет. Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталу керек. Өйткені Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес, бұл біздің өмір салтымыз, деді президент. Жыл басында экология және табиғи ресурстар министрлігі Таза Қазақстан бастамасының 2024 жылдағы рекордтық нәтижелерін жариялады. 2019-2023 жылдары орта есеппен 62 экологиялық акция өткізілсе, былтыр бұл көрсеткіш 183-ке жетті. Егер өткен 5 жылда экологиялық акцияларға 2,4 миллион адам қатысып, 900 мың тонна қоқыс жиналып, шамамен 2,5 миллион жасыл желек отырғызылса, 2024 жылы экологиялық акцияларға 6,2 миллион адам қатысып, 1,1 миллион тонна қоқыс жиналды. Шамамен 1,6 миллион ағаш егілді. Бүгінде бұл игі бастама барлық өңірді қамтып, азаматтардың, бизнестің, мемлекеттік құрылымдар мен қоғамдық ұйымдардың күш-жігерін біріктіретін үлкен қозғалысқа айналды. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.